Дәл қазір менің 10 минутым басталды. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Арука Микс, менің арнама видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видео бізде 10-да-10 челлендж, және де бүгінгі 10-да-10 челленджда мен сіздерге өзімнің фан встречада алған слаймдарымды көрсететін боламын. Және де бүгін 10 минут бойы мен сіздерге қазір 10-да-10 челлендждің ережесін де түсіндіріп өтетін боламын. Және де қазір біз осы слаймдарды ашып, тексеріп көретін боламыз, және де мүмкін болса оларды қосып көреміз. Менде жалпы фан встречадан сыйлыққа алған 5 слайм бар. Олардың екеуі осындай. Жалпы біреу осындай күлгін түсті, қызғылт, яғни қызғылт немесе күлгін түсті, жабық қызғылт түсті. Ал екіншісі осындай сары түсті, жылтырақтармен, екеуі де жылтырақпен негізі. Және де осындай керемет баночкада. Қазір осыларды ашып көреміз. Сондықтан дайын болыңыздар. Келесі екі слайм ол мынадай слайм. Олар әртүрлі түсті, жасыл, қызғылт, әртүрлі араласқан түсті. Сондықтан бұларды қазір ашып көреміз. Және де үшінші жалғыз өзі ерекше слайм. Ол мынадай көк қоңырлау түсті осындай слайм. Және де оның үстінде мынадай пенопластты шариктер бар. Оларды да қазір көреміз. Дыбыстарын микрофонмен де естіп көреміз. Сондықтан видеомызды бастайық. 10-да-10 челлендж ол жалпы монтаждалмайды. Мен ешқандай кесулер жасамаймын. Бірінші слайм ол осындай жабық қызғылт түсті слайм. Қазір алып көрейік. Достар, қараңыздар, жылтырақтармен екен ол. Және де осы слаймдар туралы толық видео қаласаңыздар, комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Себебі бұл сіздердің маған сыйлыққа берген слаймдарыңыз. Қазір бұлардың барлығын алып көрейін. Жарайды, барлығын алмасам да осы шететін секілді. Міне осындай слайм. Міне осындай жылтыр, жабық қызғылт түсті слайм. Және де оны қазір мына жаққа қоя тұрайық. Әзірше келесі сарыны ашайық. Ол сары да өте әдемі, жылтырақ, ой. Жалпы бай қатты берік емес екен, бірақ та рахмет сіздерге осы слаймдарды алып келгендеріңізге. Осындай жылтыр, сары түсті. Міне. Қазір әзіршеге жетеді деп ойлаймын, барлығын алмай қояйын. Міне осылай жетеді. Және де сары түсті де ол тура қызғылт түстісі сияқты. Бірақ та кішкене жоқ, ештеңе жоқ, бірдей екен. Мен жылтырағы аз ба деп ойладым. Бірақ та жоқ екен, жылтырағы бірдей жақсы тартылады. Енді бірақ жаңағыда үзіліп кете ма деп қорқамын. Бірақ та өте керемет слаймдар достар. Сізге көп рахмет. Және де келесі. Міне жаңағы біздің қызғылт слайм. Сіздерге жақындатып көрсеттім бе? Міне осындай. Келесі біз мына екі слаймды ашатын боламыз. Олар міне осындай. Қазір, вау. Вау. Олар енді жаңағы слаймдарға қарағанда жабысады. Өте қатты жабысады. Қатты жабысады. Бізде жалпы әлі 6 минут бар. Менің ойымша ол уақыт көп. Және де достар, бұл слайм жабысады. Сондықтан оны әзірше осы банкасына сала тұрайық, яғни үстіне қоя тұрайық. Келесі соның екінші слаймын ашып көрейік. Ол да тура сондай, яғни тура сондай жасыл түсті. Қазір көреміз. Осы слаймдардың барлығын менің фан встречама келіп, мені көріп кеткен, менің фан встречама келіп, маған сыйлық алып келген адамдардың барлығына көп рахмет айтамын. Жалпы менің арнама тіркелген барлық қазақстандықтарға көп рахмет. Достар, мынау кішкене жабысады екен. Ол кішкене қатты жабысады, бірақ та түсі барлығы өте керемет. Маған ұнады. Маған барлық слаймдар ұнады. Келесі, менің көптен күткен, қараңыздар достар. Мына өзінің банкасының үстінен түсіп бара жатыр. Қазір кішкене қатады деген ойдамын, себебі бұл банкасына бірінші рет шықты. Осындай баночкасынан. Келесі мынаны да шығарып қояйын. Достар, ол жабысы жатыр. Өте қатты жабысады екен. Мен қолыма жабысып қалды. Жарайды, ештеңе етпейді. Оны қазір, достар, жоқ. Барлығы жабысып жатыр қолыма. Жоқ, жабысты. Барлығы жабысып қалды. Достар, жоқ. Бекер шығардым ғой деймін, бұл слаймды.
Қазір енді бізде уақыт тығыз, мен бұның барлығын тез алып тастауым керек. Жоқ. Мен соңғы сіздерге слаймды көрсетіп үлгеремін бе? Жарайды, соңғы слаймды осылай аша берейік. Бұл слайм әзірше осы жақта тұра тұрсын. Үстеліме жабысып қоймайтын шығар. Жоқ, жабыспайды екен. Енді соңғы слаймды ашайық. Қолыма назар аудармай қойыңыздар, себебі қолыма мынау 4-ші слайм жабысып қалды. Маған қатты ұнағандар жаңа қызғылт түсті мен сары түстісі. Жалпы олардың былай дауысы да бар екен. Ал мына екеуі жабысады екен, бірақ та осы слаймды алып келген адамдарға көп рахмет айтамын. Келесі 5-ші слайм осындай көк түсті пенопласты шариктері бар слайм. Міне осындай. Осыған арнайы видео қаласаңыздар, және жылтырақтары бар екен. Көк түсті қараңыздар, достар, өте керемет. Маған қатты ұнады. Мынаны қараңыздар. Қазір енді осыны пенопласт шариктерін алып, қазір слаймды алып көреміз. Достар, пенопласт шариктерде онша қатты жабысып тұрған жоқ екен. Бетіне жайлап түсіп жатыр. Түсіп жатыр. Слайм кішкене қатты. Жұмсақ емес, онша қатты тартылмайды. Мен жалпы осы слаймды қатты күткенмін. Шариктерді ұстап көремін деп. Онша қатты жабыспайды, және де пенопласт шариктер түсіп жатыр бетінен. Жарайды, пенопласт шариктерін алғанның өзінде слаймның өзін көрейік. Пенопласт шариктерді түсіріп тастайық. Барлығын болмаса да бір-екеуін. Жоқ, барлығын түсіріп тастадым. Енді бұл слайм қатты. Жоқ, достар, бұл слайм қатты, өте қатты. Қараңыздар. Ол үзіліп кетті. Бірақ та алып келген адамына көп рахметімді айтамын. Себебі бұл слаймның маған түсі де, шариктер де қатты ұнаған еді, бірақ та онша созылмайды екен. Өкінішке орай, бірақ та көп рахмет жаным. Қазір оны мүмкін бұлай созуға да болатын шығар, кішкене тұрған соң созылып та кететін шығар, бірақ та әзірше жоқ, ондай болмай жатыр. Ондай болмай жатыр. Ол өте қатты. Сондықтан ол осы жақта тұра берсін. Ал мен әзірше өзімнің мынау қызғылт слаймыма пенопласттарды жағып көрейін, не болады екен. Олар бір-бірімен араласып кетіп жатыр. Міне, осылай пенопласттарды салып көрейік. Бізде әлі 2 минут бар, сондықтан уақыт жақсы былай. Өзімнің қызғылт слаймыма осы қызғылт түсті пенопласттарды салып көріп жатырмын. Не болады екен? Сіздерге көрініп тұрма? Міне слайм, міне пенопласттар үстіндегі. Мына жаққа қараңыздар. Сіздерге көрінген шығар. Және де мен о жаққа пенопласт шариктерді салып жатырмын. Мүмкін болса қазір араластырып көреміз. Достар, қараңыздар. Қатты ұнады, достар, қараңыздар. Рахмет. Қараңыздар. Маған қатты ұнады. Бізде 1,5 минут қалды. Менің ойымша ол жақсы. Және де қазір осы қызғылт слаймның жартысын алып, кішкене сары слайммен араластырып көрейік. Міне мынада жартысын ғана алайық. Және де мынау біздің сары слайм, достар, қараңыздар. Енді осында жартысын алайық, бірге мына екеуін араластырып көрейік. Менің ойымша маған қазір ұнайтын болады. Менің шашым жабысып қала жаздады. Бірақ та жабысқан жоқ. Достар, қараңыздар, қандай күшті. Бір осындай күшті бір түс шығып жатыр. Міне осындай. Сіздерге сары жағы көрініп тұр ма? Мүмкін сары тағы да кішкене қосайық, себебі сары онша көп болмай жатыр. Бірақ сары тіпті онша көрінбейді екен қызғылт түстің үстінде. Сіздерге көрініп тұр ма? Міне осындай қазір бір қызыл түс шығады. Себебі қараңыздар. Мына екі түстің айырмасы бар ма? Менің ойымша олардың айырмасы өте көп. Жер мен көктей. Себебі мынау сары түсті қосқанда бір қызылдау түс шықты, ал мынау өзі бір қызғылт түсті. Мынау осындай бір қызғылт түс шықты. Және де маған пенопласт қосқан қатты ұнады. Бұл слайм бір керегіме жарады. Онша қатты тартылып созылмаса да, бір керегіме жарады. Рахмет. Барлық адамдарға көп рахметімді айтамын. Бізде 5 секунд қалды.
Сондықтан бұл видео сіздерге ұнаған шығар деген ойдамын. Енді келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Және де бұл слаймдарды берген адамдарға, маған фан встречама келген адамдарға көп алғысымды айтамын. Мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.